яғни елге елеулі екен, елге міне осы құрметтеген іздер ағайын. Құрметті болмаса бұндай халық жиналып, бұндай той өтпесе де ағайын. Сондықтан мен құрметтің арқасында барлық ұжымның да, барлық ағайынның да келіп басқарып жатқан ағайын. Енді біздің ортамызда осы ұжым деген қауым бұрын баланың үш жұрты болса, қазіргі 4-ші жұрты деп есептеген бізде. Сол бір ұжымы тойымыздың төрінде аудандық электр жүйесі ұжымы ортамызда Қуандық ағамыз бастаған ұжымдастарды қарсы алайық, және Мөлдір электрик ұжымы Нұрбай ағамыз бастаған ұжымдастарды қол соғып тойдың төріне шақырамыз, күтіп отыр, сахырамыз деп сахна төріне қарсы алайық ағайын. Жанымызда тілегімізде осы енді той болса тойының төрінде құрметпен көрініп жатқан ұжым Қойшы ағамыз бастаған ұжымға бүгінгі келіндеріңіз құтты болсын деп дейміз. Айекеңнің келіні, сіздердің келіндеріңіз әрдайым көріктілі қылықты келін болсын деген ниетіміз бар. Енді орталарыңызда құрметті әріптестеріңіз Айекеңнің отбасына деген, балдарына деген ақ тілектеріңізді білдірсеңіздер. Қабыл алыңыздар ағайын. Асаба, рахмет. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Осы ағайын туған ажарпен Батшағұлдың ағалары, апалары, мамалары үлкен қатысып келгеніміз ғой. Бір жағы біздің де коллектив кеңесі, ертең өзіміздің ішкеніміз боласын, бізге де алыс емес, келін де бізге деп есептейміз. Сондықтан біздің де тойымыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Құда болған, қан болған дейді, қандықтарымыз ұзағынан болсын. Екі ел таныстырып атқанына екі бала бақытты болсын. Бақытты болмаған бұлардың басқа несі жоқ деп ойлаймын. Осында үлкен шаһардың ішінде ат шаптырып той істеп атқан Айжарпен Батшағұлдың үлкен қуанышы бүгін. Біздің барымыздың айтатын тілегіміз осы, той өзіміздікі. Сондықтан жақсы тілекпен, жақсы тойды атқаруға мен шақырамыз деп. Olsun. Ayıge, Cengişe, Kumdan Gözler'in şakraklarımızda en bir kıvanç bulvatır. Kuşlarımız şakraklarımızda kelip sürvatır. Endi siz ikimizde жасылсақтың қошасыздар. Енді уже деген сөз, уже ата болдыңыз, біреуіңіз ана болдыңыз. Бұда осы қуаныштан сіздерді айырмасын, әрқашанда шаңырақтарыңызда қуаныш болсын. Еркін айналайын келін. Ал бүгінгі тіккен шаңырақтарыңыз биік болсын, керегесі кең болсын. Құдай бұйыртса, осындай қуанышта еке ұл бар, қыз бар, бәрін осындай жақсы қуанышта қарсана берейік. Бәріміз бір ұжымның адамымыз ғой. Мына жерде жиналған Құда мың жылдық дейтін, құдаларға да айтатыным. Екі жақты қауыстырып жатыр, энергетиктер саласымен сіздерге де мынау бүгінгі тойларымыз құтты болсын деймін. Қандай өзіңіздің мықты болсын осы. Осы балалардың қызығын көріп, Құда болсын. Ал енді құрметті ағайын, мынау сабырлық төбе саралым деген ағайын. Сабырлы жетер мұратқа деген, мынау жаңа тілек айтып жатқанда көпшілігін шулап жаттыңыздар ағайын. Мен енді ішім сезімді кімнің шулап жатқан, кімнің тыныш отырған. Бірақ енді беттеріңізге салық қылып басып айтпай-ақ қояйын, өздеріңіздің іштеріңіз біліп отырған шығар. Бұдан кейін енді қайталанбайды деп ойлаймыз ағайын. Өзі қазақта айтады ғой, жыбыр-жыбыр қойды бұзат, күбір-күбір қойды бұзат, ішіп алғандар жүгіріп жүріп тойды бұзат, анайлап айтқанда құрт таған ешу қойды бұзат деген ағайын. Тойдың төрінде сабырлық қылып отырайық. Қадірменді меймандар, енді мынау сіздердің алдарыңызға бүгінгі жас жұбайлардың, яғни тойына арнайы түсірілген өмірлері мәнді сәнді, өмір бақи өмірлі, ғұмырлы болсын деген ниетпен, және осы торттай тәтті болсын деген ниетпен шам шырағы жанған шырақты тортымызды сіздердің алдарыңызға қарсы аламыз ағайын. Жас жұбайлар ордаға келсеңіздер.
ағамызға осы жастарымыздың қолынан ата-анаға яғни құрметтегенін белгісіп, асану рәсіміне түсет деген ниетіміз бар. Бәрекелді светті жағын бере қояйық. Жас байлардың қолына мінекей. Егеуіз шаттысаңыздар, екі жерде жақсылап кесіп алыңыздар. Өзіге кішкене көтеріп жүр. Қошымен қыл отырыңыздар ағайын. Енді алтыншы ағасы және жеңгесі болса, үлкен ағасы мен жеңгесі ортаға келсе, жастардың қолынан ауыз, торттан ауыз тисе деп жатырмыз ағайын. Марат ағамыз бен жеңгеміз ортаға шақырайық. Келіңіздер, қошемет жасаңыздар құдаларға ағайын. Құрметті құдалар, тойымыздың көріне қош келдіңіздер. Берек келіңіздер, берек. Айлар ағамыз бен Патшағыл апамызға, о, бәреке, жақын тұрыңыз, Патшағыл апа. Құдағиға, әй, бәрекелді. Қос құдағидың аузы бір болса алмайтын жау жоқ деген. Құдаларда ештеңе тұрған жоқ, құдалар кездескенде, о, құдеке қалай дейді де кете береді. Барлық бәле осы құдағилардан келеді деп адамыз. Әуелінде ауызбіршіліктеріңіз татулықтарыңыз арта берсін деген ниеттен сіздерді ортаға қарсы алып жатырмыз. Енді осы қоспаларыңыздың қолынан торттан ауыз тисеңіздер, айналайын Еркінжан, бұрын 2 жұрт болатын болса, қазір міне 3-ші жұрт қайын жұрт деген қатарға ілініп жатыр. Әрдайым осы қайын жұртыңыз сыйда құрметті күйу болуыңызға тілектеспіз. Енді Ракеңдей ағамыздан бастап, сол қайын жұртқа сатып шықсаңыз. Айналайын Жантира, атаңыз бен енеңіз Айекеңдей ағамызбен Патшағыл анамызға сатсаңыз. Сосын аузымыздың майын сүртпей, балдардың мәңгейінен сиеміз. Соған көңілайға қайын. Еркін айналайын өзіңіздің папаңыз бен мамаңызға сізге ұлы дүбірлі той жасап беріп жатқан айналайын Жанзира ағаларың мен жеңгелеріңе мінекей асатып өтсеңіздер. Сау болыңыздар ағайын. Бізбен бірге болыңыздар. Біз енді барлық церемонияны өткізіп алайық. Енді олау ота құрып жатқан жастарымыздың тілектері, ниеттері, жүректері ақ болсын, жас жұбайлар бір-біріне жат болсын деп, бүгінгі міне өмір бақи бір-бірін құрметтеп жүрсін деген ниетпен, бүгінгі Еркін мен Жанзираның бір-біріне асатқанының көзі болайық. Бәрекелді болыңыздар ағайын. Жолдаспен қыз жолдас шақырайық. Енді бұлай Аллаға сауысладың көйдегеніміз неге? Осындай тойға жүріңіздер. Сіздерді бүгінгі отбасыларыңызда той болмасын, тойларың әркез тойлансын. Күйеу жолдас пен қыз жолдастың басына Еркін мен Жанзираның басындағы бақ ортасын деп жатырмыз дайын. Осындай сіздерге тойға жүріңіздер. Еркін айналайын енді қолындағы тәрілгені менен кетті, саған жетті деп күйеу жолдасқа солаймен табыс еттіңіз. Айналайын Керімжан, қыз жолдасқа табыстаңыз.
күтіп жатқан жастарымыздың, кей жолдас пен қыз жолдастың бір-біріне асатқанының куәсі болайық ағайын. Әлемді құрметті құдалар, бірегейлі құдаларымыздың дұрысы да бір-біріне жарасымды болып тұр ағайын. Ләйім ажырамастай құда болыңыздар. Бұрын айтатындар, құда деген 1000 жылдық, күйеу деген 100 жылдық деп. Қазір айтатын болды, құда 2000 жылдық, күйеу 1000 жылдық, құдағи 1500 жылдық деп. Ол қос татулық ажырамасын деп, қос құдалар мен қос құдағилардың төс қақсытырған, бет сүйістіргеннің бір куәсі болайық ағайын. Осындай себеппен құшақтасып алыңыздар. Ал енді айеке, құдағиды ортаға аласыз. Патшағұл апа, Марат құданы ортаға аласыз. Шаш жұбайларды және күйеу жолдас пен қыз жолдасты ортаға биге шақырамыз. қандай күйде отырғанымыз ағайын. Біз енді не барынша шалқатқанды жөн көріп жатырмыз. Амалымыз жоқ, тойдың сәні болғаннан соң айналайын Ергінжан, бұна енді бұрын бала едің, қазір мына азамат болып, яғни отау құрып, оттың жалын түзетіп жатсың. Әрдайым оттарың маздап жана берсін. Сол оттың шоғында жылына екеуіңіз мәңгі-бақи жылыңыздар деген ниетіміз бар. Енді мынау кішкентай бала дегеннен шығады-ау, жас дегеннен шығады-ау, баяғы бір асаба жігіт айтып жатқан көрінетпей, сіздердің алдарыңызға
күйші жігітіміз Құрманғазының күйін орындайды деген. Сөздермен аса орнынан атып тұрып, «Ей, оны неге орындау керек? Құрманғазының өзі қайда кетті?» Енді асаба жігіт көкеміз әзілдеп тұрған шығар деп, көке қазір келіп қалар. Құрманғазы, бала қарға берсін депті. Сөзде жаңа көкеміз жүгіріп келіп домбыраны жұлып алып, жоқ Құрманғазының өзіне кіргізіп қой деген екен. Өзі асаба жігіт айтады дейді, көке, сіз қай ғасырда жүрсіз? Құрманғазы басқа ғасырда өтіп кеткен. Сіз басқа ғасырда жүрсіз ғой десе, жаңа көкеміз айтқан екен, ой, өтіп баратқан күндер айды. Осындай күндер өте келе, яғни ұрпақтың тойын барлықтарыңызға тойлауға жазсын деген ниетіміз бар ағайын. Көргендеріңіз осындай той болсын, шаршасаңыздар, тойда шаршаңыздар деген ниетіміз бар. Енді қадірменді ағайын, мен келесі сөз кезегімізді құдалар жағына бұрайын. Айтқан тілектері асыл қазына, құдіретті мұра, қасиетті тұмар ретінде қылатындай. Бүгінгі Жанзира қызымыздың, яғни түп нағашылары, жандарым сыйла бақыт үшін балаңның, нағашым сыйла ақсұты үшін анаң десе, ортамызға түп нағашылары, елеуіктір әулетін ортамызға қарсалайық ағайын. Және Жанзираның өз нағашылары, Жайныбайдың әулетіне қосылайық, және құдашасы Бекзатты шақырайық ағайын. Қосылып ортамызға. Неге шаршамай тойдың торынан орын алып жатқан құрметті Құдайберген атқа ие болып жатсыздар. Әрдайым атақтарыңыз, аттарыңызда құтты болсын деп тілейміз. Бір той бәрімізге ортақ той. Сондықтан да енді бәрімізді бірге шығармақ демеңіздер ағайын. Арасынан бөліп осы тілек алып жатқан жөніміз бар. Екі жақтан бөліп тілек алып жатырмыз. Бөліп дегеннің мағынасын айтып өтейін. Баяғы өзбек, қырғыз, қазақ үшеуі Омар Хайамға таласып жатыр дейді. Өзбек айтады дейді, Омар Хайам біздікі, Омар Хайамды біз аламыз деп жатыр дейді. Сөйтсе қырғыз айтады дейді, жоқ, Омар Хайам біздікі, Омар Хайамды біз аламыз деген екен. Сөйтсе қазақ айтады дейді, Омарын бізге берде қалған сендер ала берсіңдер деген екен. Сол сияқты бөліп тілек алып жатқан жөніміз бар. Сөз кезегі құдаларымызда. Қабылдаңыздар ағайын. Ал не дейміз, мына той иелері сіздерге мына барлығы құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын әрдайым. Мына тойда әрдайым той болсын. Құрметті Жанзира ертаңдағы босанып келген құтты болсын. Шаңырақтарың ек болсын, екі жақта да мерекелі болыңдар. Жүздермен күліп кетпесін деп, құдалығымыз ұзағынан болсын. Тойға жиналғанымызға біріншіден той құтты болсын. Қалдатқан келіндеріңіз тастайға түсірмейсіңіздер деп. Екі жас бақытты болсын деп. Құдалығымыз артай берсін. 200 жылдық құдалығын жылдықтай берді. Бақытты болсын деп екі жас. Біріншіден тойға жиналған қауым, мына 2 жастың той мерекесі құтты болсын баршаңызға. Апа, біздің сіңіліміз сізге барып жатыр. Бізден кетіп сіздерге барып жатыр. Сіздерге тастай батып солай сесін деп. Келіндеріңіз адалынан болсын. Сіздердің балдарыңыз бізге жақсы күйеу бала болсын деп. Еркін мен Жазираға айтарым. Әрқашан денсаулықтары мықты болып, өмірдері мықты болыңдар. Өмірдің ешқандай қиыншылық көрмеңдер. Бәрекелді рахмет. Және енді өз нағашылар бар ғой, сіздер түп нағашы ғой. Бәрекелді өз нағашыларынан ортадан ақ тілек білдірсек, қабылдаңыздар ағайын. Еркін Жанзира саған мерекелер құтты болсын. Өмірде бақытты болыңдар, саған армандарыңа жете беріңдер. Тойларыңыз құтты болсын. Жанзира сіздерге жақсы келін болсын. Еркін бізге жақсы күйеу бала болсын. Жүздеріңнен күлкі кетпей, тек ойнап, достарың арасында ойнап күліп жүргендер. Юрватикіміздің атымыздан кішкене азған болсын. Табыс етсек деп рұқсат етіңіздер. Бәрекелді рахмет. Құда-құдағилар, құдашалар некеге келгенсе құрметтеріңіз табыс етуге рұқсат. Сосын орнымызға отырмай бірден би жалғаймыз.
тойдың сәні әнменбей, көтеріңгі көңіл күй деген, көтеріңгі көңіл күй мен шабытты сезіммен шалқыта ән жолдаған жандарын ағайын. Кішкене сабыр қылып отырыңыздар. Енді айтуымның кемісі жоқ ағайын. Өзі сыпайы қонақ сүйіңді жейді, ал мылжың қонақ миыңды жейді деген. Жалдамалсан, солдат жәнін салып соғыспайды деген. Жалдамалы болсақ та Құдайға шүкір жәнін салып жатқан жөніміз бар ағайын. Кішкене адамға көңіл бөліп, тілек айтылатқан тілекті қабыл отырыңыздар. Адамның жүргені басылмай, иттің үргені басылмайды деген. Біз енді осырадан бір адам болғанша сөйлей береміз. Сіздерді тыныштандырамыз деп жүргенде қыналығарда қамбақ соқ кетпесек болар деп жатырмыз ағайын. Одан Құдай сақтасын. Бірақ енді осы тойды айтыр, қалай болса да көкке шығарамыз деп, өз межелісінде өткіземіз деп, барлығымызға ат салып жатқан жөніміз бар ағайын. Енді дастархан төріне жиналып жатқан құрметті қонақтар, сосын мынау балдарды жанымызға алып отырайық. Оны да бір ескертіп қояйын. Баласыз әрине той болмаған, баланың санын көбейтеміз деп қазаққа ұран тасталған, көбейтуін көбейттік. Бірақ енді баласыз той болмайды, тойда ие болмайтын жерді шатақтап ағайын. Баланы жанымызға алайық. Баяғы бір шал айтқан екен, балаң деп тойға барғанша, кемпірімді ертіп қойға барғаным жақсы еді деп. Қазір бұрынғы біздің кезіміздегі балдарға бір түйір кәмпит берсең ойнап кететін едік. Қазіргі балдар кәмпитке алданбайды. Қазіргі балдарға 1000-дік, болмаса 500-дік артып алып бересің.
сосын барып балаларды тыныштандырасың. Одан басқа тыныштандырмасын ағайын. Сондықтан балаларды жанымызға алып отырайық. Қадірменді тойға келген қауым, енді бүгінгі мынау ұлы тойға қуанышқа барлығымыз ортақтасып келіп жатырмыз. Айналайын 2 жас, өмірде бақытты болыңыздар. Жандира саған айтарым, мынау бір келін атасына шай құйып беріп отыр дейді. Сөйтсе жаңағы сүтті кесемен әкелген екен. Кесенің бірінде қаймақ болып тұр дейді. Атасына шай құйатын кезде қаймақты ысырып жібереді де қасықпен. Солдыр сүттің өзін құяды екен. Өзіне шай құятын кезде кішкентай қаймақ қосып қояды екен жаңағы келін. Атасының бір кесесі келіп, атасының кесесіне шай құяйын деп жатырып, қасықпен қаймақты ысырып жіберіп, солдыр сүттің өзін құйып жатса, қасыққа кішкентай ғана қаймақ ілініп кетіпті. Сөйтсе жаңағы келін білдірмей, деген екен. Сөйтсе атасы сезіп отқан керек. Жаңа кесені беріп жатырып айтады дейді. Айналайын баламай, жаңағы әңнен тағы бір кесе құйшы деп. Сол жақтан қойымда құйып беретін келін бол деймін айналайын. Өмірде бақытты бол. Енді құрметті ағайын. Ал енді ортамызда бүгінгі, яғни Айжарық ағамыздың Құдай қосқан достары, Құдайдың басты қосқаны қабыл болсын деп айтам. Неше күннен бері тілеген мынау достары деп ақ тілегін андан келіп жатқан, яғни дос көңілін достар деп бірінің көңілін тоғысып, жақсы тойды бөлісіп келіп жатқан Айжарық ағамызбен, яғни Патшагүл анамыздың достары, елдің папалары мен мамаларын ортамызда қарсылайық ағайын. Достар, баяғы отырып ендескен аяғы отырып төбелесі көріп жатқан бір ағамыз ырза бол. Ой, жігіт болсаң осындай бол деген екен. Мен айтар едім, дос болсаң мінекей осындай бол. Неше күннен бері тойдың болғанынан болатысы қызық деп, тойдың басында басқарып жүрген азаматтарымыз осы кісілерді ма деп мен де ойладым. Мінекей дайым осы туыстықтарыңыз, достықтарыңыз әрдайым нығая берсін деп, достардан ақ тілекті қабыл алайық ағайын. Намазыңызға рахмет, телшығауым. Toylarınız kutlu olsun. Halil Nurmet, bizim bәріміз шектіміз, бәріміз әкелі шешесі olsun, мамасымыз, ажарсыз досымыз. Осымен біз енді тұшынма кеттіміз, бізде бір 2 адам сөйлесе, сізден оқсатын болса, көп тілесе. Сол жақтан кім еркін, кейін айналай бақытты болыңдар. Өркендер өсін, жан-жақтарының бәрі аман болсын. Сол қуанышқа жете беріңдер, жаңа 2 адамның атына деп сөйлесін. Бәрімізге бір 2 адам. Айжарық, Патшагүл, Жазирама, тойларыңыз құтты болсын. Бәрімізге де жақсы бол, дендері сау бол, бәрімізді қуанта берсін. Сіздердің қуаныштарыңыз, біздің қуаныштарымыз. Денсаулықта зор болсын. Өмірлі шымырлы бол. Жарын осы уақытта шыдақана тойға келіп отырайық. Келесі сөз Қызылордаға. Еркін Жазира үлкен отаулар берік болсын, ұсабасы берік, биік болсын, папа-мамаларының көз қуанышын жүре беріңіздер, бақытты болыңыздар. Сіздерге үлкен зор Жақсы рахмет, Абдулла. Оны мәдениесі, оны қояды, келгенде қалап есіп жатты. Ана жеріміз жарамарымыз бар. Папа-мамаларыңызға берейік. Бізге қосып сөйлеп қойаттыр ма? Рахмет. Бәрекелді бар. Олай болса мінекей. Достар
Олардың атынан бір-екі адам сөйледі, қалғанымыз билет деп жатырмыз ағайын. Ақылды әйел ер азаматқа қосыла шаппайды, қосыла салады деген сөз бар. Өги барлықтарыңыз бір жерден тілек шығарып жатқандарыңызға рахмет достар. Енді ортамызға Айжарық ағамыз бен Патшагүл жеңгемізді алып биге шығайық. Енді бәрімізде өз ретімен тілекті алып жатырмыз. Мен бұрын сөйледім, мен деген кейін сөйледім, мен алдында сөйлеуім керек еді деген өкпе болмасын ағайын. Баяғыда бір кісі сөйлеп өкпелеп жатыр дейді асаба жігітке. Ой баласау, мен алдында сөйлеуім керек еді, мен неге артынан сөйледім, мен ол кісіден алдында сөйлеуім керек еді деп өкпелеп жатса, асаба жігіт айтқан екен, көкеу өкпелемеңіз. Тілекте ажал сияқты біреуге ерте біреуге кеш келеді ғой деп. Енді тілектің өзі келетін уақытысы болады ағайын. Сондықтан да біздің тойымыздың торында тұрған, яғни осы ұстаз деген ұлық тұтатын жанның бір ағайын. Бір тіземізді анаға бүксек, бір тіземізді ұстазға бүгетін жанның біріміз. Мұғалімдер білімнің қайнар көзі, жас ұрпаққа өнеге әрбір сөзі, жүректерге солмайтын күлегетін, ғылымға да жол бастаған соның өзі деп, барлық мінекей бойындағы білімін осы балдар деп сарқыған, яғни жастар деп сарқыған ұстаздар қауымы тойымыздың төрінде Ергіннің апайы Күнкеш апайымызға қол соғып, тойымыздың төріне қарсы аламыз ағайын.
ғой, балдары соңынан сөйлейді ғой. Сосын артқа қалып қояды деп апайдың көзін дара шығарып жатыр ек. Апай ұсыныс қылып жатыр, олай болса ортамызға 10 жылдарға оқыған еркіннің класстас достарын тойымыздың төрінде апаймен бірге ақ тілек білдірсін деген ниетпен ортамызға қарсы аламыз ағайын. Тойларында болып едім, сол өз қолымыздан түсірген келініміз еді. Бүгін енді оның баласының тойында болып отыр. Әрі Еркіннің 7 жылдығына жетекшісі болдым. Еркін айналайын, бүгін міне азамат болып атсың, екінші жартыңды тауып атсың, бақытты болыңдар. Тіккен отауларының шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын. Елдерің сау болсын, өмірлі шүгірлі болыңдар. Барлық жақсылық сендерге тең болсын. Еліміздегі барлық жақсылықты. Мына Айжарық Патшагүл тойларын тойлауласа берсін. Дастарханың әрқашан тойға жайылсын. Мына отырған тойшы қауымның үйінде де осындай той болсын. Еліміз тыныш болсын, нанымыз көп болсын, сол үшін алып қойыңдар. Құрметті қадірлі қонақтар, және де бүгінгі Еркін мен Жазираның туған тойлы орта өткен күндері құтты болсын. Баршаңызға бақыт. Еркін, Жазира өмірде бақытты болыңдар. Ата-ананың құрметін ақтап, махаббатты мәңгілік сақтап, көлде жүзген қос аққудай бірге өмірлерің бақытты да сәнді өтсін деймін. Жазира, Еркін, бүгінгі мынау заңды некелерің құтты болсын, өмірде бақытты болыңдар. Бүгін үлкен той, яғни ақ түйенің қарны жарылған күн. Бұл күнде сіздер достарыңның арасында, класстас жолдастарыңның арасында үлкен қуаныш сыйлап отырсыздар. Міне осы қуаныштарыңыз әрдайым ұзағынан болсын. Сіздердің көтерген шаңырақтарыңыз әрдайым сәбидің күлкісінен естілсін. Ал аға апа, бүгінгі сіздердің шаңырақтарыңызға түскен келін өзімен бірге құт, береке, бақыт, байлық, денсаулық ала келсін. Бәрекелді. Сен тос сөйлеген зауылына қарасам, Еркіннің творчысы ол кеші болғандай болып кетті ғой. Ассалаумағалейкум атбалдай ағалар, аталар, сәлеметсіздер ме сұлулар, жүрегінде жылуы бар ардақты апалар, аналар. Ал бүгінгі дүбірлеп өтіп жатырған ұлы тойымыздың деректері де, себепкері де күлімдеп, қосылып жатырған Еркін қыздарыңызбен, Еркін ұлдарыңызбен, Жазира қыздарыңыздың ұлы тойы батыр. Жаңылмайтын жақ жоқ дейді, күле өрмеңдер. Бұл 2 жас қыз жібекпен төлеген, еңілікпен кемел жетпеген арманға жетіп жатыр. Құдайым ұзағынан сүйіндірсін, қалауың жүрек тапқасын, алауың ғашық жаққасын, Еркінде текті азамат, келтірмес аппақ аққасын, өмір айдынында махаббат, кемелерің батпасын, сендерді Аллам аман қып, тіл көзден Тәңір сақтасын деп келеді. Ата-анаңа мейірімді бол, әрдайым аман бол. Немерелерің көбейе берсін, або. Бақытты бол деп келеді. Шаттанып тасып толыңдар, сендерге әркез орын бар. Айналып ұшқан аққудай айдынға келіп қоныңдар. Атаның ізін жалғарсың, өмірде сенің жолың бар. Ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңыңдар. Жұптарың ешбір жазылмай, бақытты мәңгі болыңдар деп. Осыдан 2 ай бұрын мен үйленіп едім. Сол кезде Еркін тілек айтуға микрофонды алып шығып, Серік, кәсәгің құтты болсын деген. Мынау бас уақыттың басында туған күн, бұзаудың басында да туады, өзің кәсәгің құтты болсын айналайын. Нұреке, талай тойды жүргізе бер, тойға келген қауымды күлгізе бер, маған қатынап беріп дома қылдың, бұларға да өмірді сүргізе бер, менің бойдақ бүткіл кластар сарымды қатын алып қораға кіргізе бер. Айтайын микрофонды бере қош, Еркін үйленді мінекей айтпаймын. Саған неге тос,
Біздің 4 баланың атынан сыйлаймыз саған пилесос. Тазалық, денсаулық кепілі мәңгілік бақытты бол. Бақытты бола беріңдер. Берекелді, рахмет Айдолайын Серікжан мінекей. Жүрегінде жыры бар, серіктей бауырымызға бір қосып, қошеметті қосыңыз. Енді өзімді қосаға деген ниетіміз бар. Тойдың басын өзім бастап жатырым деп жатсың, ләйім осындай той бола берсін достарымыздар арасында. Ерген Әзер, апа, құтты болсын, құтты болсын. Жаққа мейірімді, барысын, отбасы достарыма кішкентай сыйлығымызды. Біздің кішкене сыйлығымыз бар, қос достар атынан және достар атынан қабыл етіңіздер дейміз. Рахмет, қадірменді достар, әкелген сүйгірметтеріңіз табыс ету болыңыздар. Әділдеріңізді құрметтеріңізге, апайларыңызды ортағаныңыздар, және еркімен жәнзерені отаған бейгешіңіздер. үлкен асын тартып өтеміз ағайын. Астан үлкен, бастан үлкен ештеңе жоқ деген үлкен асты қабылдаңыздар. Әлемді құрметті ағайын міне, алдарыңызға үлкен ас барып жатыр. Үлкен астан дәмден жақсылап алып отырыңыздар енді. Үлкен асын басын тарттық, біз енді уақытымыз тығыздау болып жатыр.
Сосын енді тілектармен қарай жалғастыра бергенде жөн көріп жатырмыз, қадірменді ағайын. Енді біздің ортамызда осы Құдай қосқан көршілер қауымы бар. Көршіні күндей берсең көшіресің, отты өрлей берсең өшіресің деген бір-бірін күндемей, бір-бірін көшірмей отқан Құдай қосқан көршілері, яғни мынау о жаққа барғанда сұрайды дейді, көршіңмен қалайсың деп. О жаққа барып келіп жатқан ешкім жоқ, бірақ осы тату көршілер тойымыздың төрінде тұр ағайын. Айжарық ағамыз бен Патшагүл анамыздың Құдай қосқан көршілерін ортаға шақырайық, ақ тілегін қабылдайық ағайын. Ортаға келсеңіздер. Сырттан жүрген қонақтарымызды тойымыздың төріне шақырам деп жатырмыз ағайын. Тойымыздың төріне келсеңіздер, енді көршілер қауымы сыртқа шығып кеткен екен, енді қазір келе жатар. Оған дейін осы халықтан аңғылап отырайын деп жатырмын. Құрметті ағайын, мынау әдемі көркімізде тұра берейік деп жатырмыз. Айналайын Жанзира, осы әдемілігіңді жойма. Әдемі дегенде шығады-ау, бір әйел айтып жатыр дейді күйеуіне. Жұрттың әйелдерінің бәрі неге әдемі болып жүр десем, күнде бананы толтырып сиырдың сүтіне түседі деген деп айтты дейді. Бүгінден бастап мен де бананы толтырып сиырдың сүтіне түспесем деп күйеуіне айтып жатса, күйеу айтқан екен, құрышпаған десең неге сиырдың астына дұшқа түспейсің деп. Енді осы әдемі көрікті жүре беріңіздер деген ниетіміз бар. Біз енді ортамызға көршілерді шақырғанбыз. Көршілер қауымының ортасынан сөз жалғайық. Ер азаматтан әрине. Айжарық Патшагүл, еркін балалар күйлері бар екен. Еркін Жанзира, тіпті олау ек болсын, шағаттар ек болсын, керегілер кер болсын деген. Тіпті олау сөз ішіп бәрді толқына көрші білем, ескелі келім бол, бақытты болыңдар. Айжарық Патшагүл, ақтиел қалғандына Құдайға шүкір. Бір балам екеу болып отыр. Құдайға шүкір осындай. Әрқашанда осындай екі жақсы бақытты болды, баянды болды. Солар өмірлі, шүмірлі, қорада мал болса, үйде жанында тосын дейміз. Әрқашанда осындай қуанышта отырған ағайын туысқан бәрі осы көрем қарайды. Бақытты елжас. Құрметті аға, бүгін Еркін Жанзираның күні тойы құтты болсын. Еркін Жанзира күнгі заңды некелері құтты болсын. Бақытты болыңдар. Құтты болсын заңды неке бас қосқан. Көршілеріміз өзіңменен туысқан. Себепшісі бұл кештің Еркін менен Жанзира айырмасын сендерді еш қас дұшпан. Жүрек байқамайды екенбіз, құлақта екеу, қасты екеу, көз жанары ол екеу, аяқ екеу, ол екеу, тек солардың арасында жүрек жалғыз бірақта деп бүгін біздің Еркін ініміз өзінің сыңарын тауыпты, сыңарыңмен бақытты бол дейміз. Көршілер атынан кішкентай сыйлығымыз бар еді, соны қабылдап. Рахмет, әкелген сыйлығымыздан сөзді көрсет көршілер. Бұрын кәдіметтің ішінде бұлға бар дейді, қазір бұға бар дейді көртпеген. Әкелген бұғаларыңыздан сөзіңіздер деп жазымыз көршілер. Семдерімізді өтеміз. Сонау Арал ауданы Қызылжар елді мекенінен шыққан Шымберген Сүлейменовтің әсем әні елге сағыныш деген әнін қабылдаңыздар ағайын. Орындайтын Өмірбек атты бауырларыңызды қарсы алыңыздар.
Çukulamay alıp oturumuzlar diyeyim bakayım. Var demden aslan alıp oturumuzlar. Bilgisizlerge arnaylap jayılgan dastargan mezere. Bayağı bir kelinge atası aytıp jatkan görünüp deyip. Қазір үлкен konaklar gelir. Sol konaklarga sen şay kıyasın. Şay kıygan кезде tamaktan aslan demden aldırtıp otur dep aytıp otur. Olar agayın adam bolgan men duşman koy. Bulay şıkkasına äңгиме кылып кетет деген. Сөйте жаға келin үлкен konaklarga şay kıyıp dastargan mezerinde oturgan deyip. Әрі отырған, бері отырған, қонақтарда тымтырыз, келінде тымтырыз, болмаған соң келін сайрап отыр дейді. Нағып өтсіздер, бәрі маған тымсырайып қарап. Ал алып отырыңдар, ішіп отырыңдар, жеп отырыңдар, сендер дұшмансыңдар ғой, шыққасын айтып кетесіңдер ғой деген екен. Құдай дұшмандықтан сақтасын ағайын. Досымыз деп тойдың төріне келгеннен соң, досыңның асын дұшманындай көріп жетіп, алдымыздан астан дәмден алып отырайық, жақсы қуанышқа, көңілді қуанышқа тойымызды салып отырайық ағайын. Енді сіздердің алдарыңызға ол тойдан толықтайтып, тойдан сезімет ретінде той шашу тамағын тарту етеміз. Қабыл олыңыздар ағайын.
той шашу табағын сіздердің алдарыңызға тарту етіп жатырмыз. Бұл той шашу табағында көйлек те бар, тақия да бар, орамал да бар, сыйға да үстеліңізге киіп алыңыздар, сыймаса да сыйтады деп жатырмыз ағайын. Тойдан естелік ретінде осы қалғыларымызға тілектеспіз. Қадірменді ағайын, енді біз мынау ақ тілегімізді әрмен қарай жалғастыра берейік. Кішкене сабыр қылыңыздар. Құрметті тойға келген қонақтар, өзі қорқақ түлкіге тәйт дегесін деуімсін деген өз шулағысы келіп отқан халықтың алдына той шашу табағы барғасын шуымыз көбейіп бара жатыр. Мынау маған, мынау саған деп, немесе осы той шашу табағында үгіліп жүрмеңіздер ағайын. Барлық дүниясы ішінде, барлық сүйе ішінде. Сондықтан осы той шашу ағайын туғанның бәрінің отқардың басына той болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Сен де екеуің жүгіңді жазбай қызығыңды көре бер. Мен жаласам болды, апам айтты ғой болды, мен арзаны қосыламын. Құрметті ағайын, тойға келген Айжан мен Күлжанның тойы құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, денсаулықтары мықты болсын, елімізде бейбітшілік заман болсын. Жансира екілер құтты болсын. Бүкіл халықтың еңбектеніп болса, жастар, сабыр қылайық та кішкене. Орнымыздан тұрайықшы. Орнымыздан тұрайықшы бәріміз. Жастар жағы, мына 3 стол, орнымыздан тұрайық. Орындарыңызда тұрыңыздар. Неге тұрғандарыңызды білдіңіздер ме? Білмесеңіздер айтайын, түн шоқтаған балдарда апайлар өсіп қосып қойған. Енді отырыңыздар, рахмет сіздерге. Сөз тұтынарсаңыздаршы. Ал енді апалар амандай жалғастыра берсек. Енді ортамыздан келісіп деп білдірейік. Жақсымен жақсыны ұстап дейді, үлгі болсын деп, жақсымен жаманды ұстап дейді, адам болсын деп, жаманмен жаманды ұстап дейді, үлгі болсын деп. Қолымызда неміз бар еді, жаңағы беретін подаркіміз бар еді, соны тапсырайық. Алып қашып кетемін, үндемей ненің арасымен деп едім, енді ол бұйырған шығар патша. Рахмет, Неги, тойыңыз той боласа берсін. Рахмет, әлемді құрметті ағайын. Ойында негізі қазақта айтады ғой, бұрын сөйлеген ұтпайды, мығым сөйлеген ұтады деген. Бұрын сөйле, кейін сөйле, сөз мығым болса сол орынды деп жатырмыз. Неги мағыналы мәнді тілектерін арнап жатыр. Баяғыда бір әжеміз тойға шақырылған, тойға 9 метрде 10 метр кілемді арқалап келген екен. Сөйте жаңа апамызға тілек берілмей соңында кілемді арқалап қайтып бара жатыр дейді. Апа қаяққа барады десе, маған сөз берілген жоқ, соны арқалап бара жатырмын деген екен. Беретін нәрсе болса қалдырмаймыз ағайын. Бәрін ала береміз ғой. Алып қалған тәуір көріп жатқан қазақтың біріміз. Рахмет апалар қауымы. Тойларымыз той қыласа берсін. Енді осы тойымыздың төріндегі бұл енді құрметті ағайын. Бүгінгі тойдың сәні әннен кейін би төресі, елдің сәні қара мен қан түресі. Бүгінгі дүбірлетіп той жасаған бейік болсын, ардада әулеттің мәртебесі деп жатырмыз ағайын. Ардада әулеттің мәртебесі деп, тойларымыз тойға жалғаса берсін. Әулетімді айта берме бауырым, байлығымды бетке басқан сияқты,
әулетімді айта берме бауырым, жалғыздығымды бетке басқан сияқты, адалдықты айт, арамдардың бетке басқан сияқты десе, адалдық туын көтеріп келіп жатқан әулеттің ағайындарын ортаға шақырып, ақ тілек тасаға қайып, қозғап қошеметтесеңіздер. Ардан әулет ортаға десеңіздер. Рахмет, қадірменді ағайын мінекей. Ал біз биге шақырмыз, тілекке шақырмадымыз. Музыка бар ма өтөз бізде? Қазір әпкелерді бәріміз бірге билейміз. Баяғыда бір ағай 4 балам бар еді, оны қалай асырайым десе, жаңа Мерседестің шапарайы қоясашы деп кетіп қалған екен. Ертесіне 2-3 күннен кейін Мерседестің алып қайттан шығып келе жатса, алдына бір запарыш келіп сарт ете қатты. Ош жолайымайым десе, қайынғы кісі дейін ішінде отқан. Көке, өзіміз ғой деген. Сол сияқты ағайынды ардан әулеттің өзіміз деп, соңғы жағынан тілек алып жатқан жөніміз бар. Келіңіздер, бірекей тілекті ортадан беріңіздер. Ағалары, жеңгелері, апалары, жезделері, әнелері, келіндері, қарындастары, күйеу балдары, барлықтарыңыз ортаға келсеңіздер. Келіңіздер. Ортамыздан үлкен бір сөз бастайық. Сіздер шақырып тұрмыздар. Аға, жандера, және келген қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі сәндіктеріңізбен өмірде бақытты болыңыздар. Және Напапа мамаға аға қызықтарын көрсете беріңіздер. Аға өмір атты теңізбен, бақыт атты кемемен, сол бақыт атты кеменің ішінде екеуі қоса қолдай әдемі өмір сүре беріңіздер. Апаға тойларыңыз құтты болсын, еркін жандера, тойларыңыз андекелерің құтты болсын. Айтылған тектерін бағына қосылан, ұлтыға тектегі қалулар деді ғой, бақытты болыңдар. Аға шеше, өмірде бақытты болыңыздар, заңды некелеріңізбен, аңсаған армандарға жете беріңіздер. Осы айтып отырған Рахмет деги, қарындастарды қосақ аяға қайынды. Көрікті қызды, қылықты қызды, көрікті қызды бағайын жәтіріз. Сіздерден де ортаға биге шақырамыз.
міне бірге жүрген достары Анар мен Жадыраны Гүлназ бен Айгерімді ортаға қарсы алайық. Сіздерге осындай тойға жетіңіздер, үстеріңізде көйлектеріңіз көп ұзамай ақ көйлекке айналсын деп жатырмыз. Ләй тойға жетіңіздер. Ал енді құрметті қалайықта біз ортамызға құдағиларымыз шақырып, тойдан естелік ретінде құдағиларымызға тағар осы әулеттің дайындаған сый құрметі бар. Сол сый құрметін осы жерден тағыс етсек деген ниетіміз бар. Яғни үлкен бас жеңгесі Мира жеңгесін ортаға қарсы алайық. Және Гүлсім Айгүл атты жеңгелеріне қосылып, тойымыздың көріне шақырайық ағайын. Қошаларға қосылыңыздар. Мира жеңгесі, Гүлсім жеңгесі, және Айгүл жеңгесіне қосылайық. Деген сый құрметін табыстаса, қалдыңыздар ағайын. Мынау орамал тон болмай жол болады дейді ғой, ата бабамыздан келе жатқан қыз кетсе жеңгесіне сақина сырға тағу деген дәстүріміз бар ғой. Сол себептен біз мынау үш жеңгесін шақырып сақина тағуға рұқсат етіңіздер. Жеңгесіне қарсы етіңіз. Рахмет. Рахмет. Болады Қазалының халқы басым, болады Қазалының салты басым. Алтын таққан жеңгелер мәңгілік алтындай боп жарқырасын деп құдағиларға бір қосылып қошеметтеп қойсаңыз ой. Бір ән жолдасақ деген сөз болды. Құрмет. Әдем әліміз қазірге құдашылардың құрметте. Сый құрметтеңіз құтты болсын дегелер.
потерял. Ай, девчонка милая, погоди, постой, ты мне очень нравишься, будь моей женой. Аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 вай. Рахмет, достар. Қатерден сақтап тұратын бойыңдағы тұмарың емес пе? Өмірге нәресіне келіп, оны құмарлана сүю өмірлік шынарың емес пе? Жақсы ұл, жақсы қыз тәрбиелеп өсіру, ол сенің бойыңа біткен шынарың емес пе деген. Неге шынарындай болған, тұмарындай болған, яғни құмарындай болған, бүгінгі еркін бауырына ұлы той жасап беріп жатқан ортамызда, яғни Атпал Азамат ағамыз, еркіннің әкесі, яғни не десең де әке жолы бір бөлек, қайда жүрсең де қолтығыңнан жүр демеп, нағыз әке ақыл көйде асқар жан, барлық ұрпақ әкелерден басталған деген. Ұрпақты ұрпаққа жалғап келе жатқан осы ай жарықтай әкесін ортамызға қарсылайық ағайын. Және асыл ардақтан аса, баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген қазағым. Осы бүгінгі ана деген оттың басындағы отыңның өшпеуін, бақытыңның көшпеуін, сәбиінің жыламауын, босағаның құламауын тілейтін, қай кезде де құлындарын, алтыным, асылым, жасыл желек, жарқыным, аман болсын бастарың, ұзақ болсын жастарың деп күн ұзаққа тілейтін асыл анасы патшагүл анамызды бірге ортаға шақырайық ағайын. Мен сіздерді бақыт етулармын, анам, әке, мен сіздерді бақыт етулармын. Айында екен мынау келген халыққа және қос балаңызға ақ тілегіңізді білдірсеңіз, қабылдаңыздар ағайын. Құрметті тойлаған жиналған тойшы қауым, ұлан жекжат жора жолдас, ағайын туыс, сіздер бүгін біздің бүгінгі алғашқы қуанышымызды бөлісуге келіп отырсыздар. Көп рахмет дейміз, сіздер де осындайға жете беріңіздер. Және мына жасқа айтарымыз бүгінгі шаңырағы биік болсын. Біздің ғана келіп халықтың үлкен болыңыздар. Тағдырларын бақытты болыңыздар, келгендеріңізге рахмет. Құрметті тойшы қауымдар, ағайын туыстарым, бауырларым, ұжымдар, жолдастарым, көршілерім, бәріңізге де рахмет. Алғашқы менің тойыма, қуанышыма бөлісіп жатырсыздар. Кешеден бері айтылған тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Мына екі балама тілейтін тілегім, жаңа өмірге жаңа қадам басып жатыр. Осы қадамдары сәт
сәтті де мәнді өтсін. Осы өмірде неше түрлі қилы нәрселер өтеді. Сол қилы нәрселерден екеуі бірдей жеңе білсін. Жеңе біліңдер, тату-тәтті өмір сүріңдер. Мына аналап ақ жүрегімнен шыққан тілек барлық өмірдегі жақсылықты тек қана екеуіңе тілеймін. Аман болыңдар. Ұмытта қалғандар екенді. Ең бірінші қуанышым ғой мынау. Ал рахмет келгендеріңізді, сіздер де осындай тойға, қуанышқа жетіңіздер. Мына жиған тергеніміздің бәрі балдарымыздың тойына шашылсын. Аман болыңыздар. Рахмет көптен көп. Кешеден берген тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Аумин десін. Рахмет сіздерге. Рахмет деги. Өдір алды қуаныш болғасын. Апамыз толқып жатыр. Қорқағаннан толқыған жақсы деген. Әрдайым толқыл тойларыңыз көбейе берсін. Сіздерге айтарымыз отырыстарыңыз мәнді, ойларыңыз сәнді, астарыңыз дәмді, тойларыңыз мәңгі болсын деп тілейміз. Айтқан тілектеріңіз барлықтарыңыздың қабыл болсын. Бесміллә деп бастадым, салиқалы сөз басын, жетамия жар болып, нақ пайғамбар қолдасын деген. Алла тілектеріңізді қолдайда, қорғайда жүрсін деген ниетіміз бар. Тойларыңыз жалғасында берсін. Рахмет сіздерге. Ал енді осы ардан әулеттің келіндерін ортаға шақырайық. Келіндер, иіліп сәлем беріңдер деген. Ізеттіліктің белгісі иіліп сәлем бергені, сыйлағандықтың белгісі болып кешіктірмей келгендер. Нағыз туған келін емес, туысқан келін, нағашы келін, жиен келін, бөде келін, құда келін, көрші келін, барлық келіндер қалмаңыздар. Барлық келіндер келіңіздер. Талақтарын сәлем етіп алып шығыңыздар. Екінші батады қуандық ағамыз астап келіп жатқан, яғни Айжағандай ағамыздың ұжымдастарынан үлкенінен бата алсақ. Және үшінші батады Жанназар ағамыз ортадан бата берсе деп жатырмыз ағайын. Осы үш бірдей батаны қабыл алайық. Мен енді уақыттандырып ортаға шақырмай-ақ қояйын. Микрофон сол жерге алып қарайын. Ағайын алақан жайғаның Алладан нұр тілегенім деген алақандарыңыз жайып бата қабыл алыңыздар. Ағайын берсін айтқаным келшіміз. Ақбесін бәрінен заттасын, ашық болсын, аура өсін, өлді, берсін, кірге береке берсін. Арқышанда дастарханымыз берекелі. Дастархан болсын, ел жас бақыт болсын, арқадан арман етсін. Мына келіп отырған той қауышының бәрі осы. Анам бері айтып отырған тілектің бәрі бір Алла тағала қабыл етсін. Аузында бақиясы бар, басында бақиясы бар, белінде нокиясы бар ақсақалдар бата берсін деп атымыз. Қуандық ағамыз деге. Қолдасын. Рахман Аллах doğrudan бәрі берсін. Той болмасын. Мына біздің кіші жүздегі үлкен той, тойлауға берсін. Аумин. Екі жас бақыт болсын. Ауыл тойында жүрейік. Тойлауға берсін. Бүгіндің сарысы болмайды, мысықтың кәрісі болмайды. Біздің қазақтарда дастарханнан ас қайтармай тұруға болмайды деген ағайын. Үшінші батада Жанназар ағамыздан қабыл алыңыздар ағайын.
Ya Kudayım ondasın, kadar ata koltasın, basamamam tügül bu bereke birlik ortasın. Dasturxanın kay vursun, törtlüğün çay vursun, kızındağın tay vursun. Onun uyağa konsun, kızın baktı olsun. Bergen yanlar жазбасын, көбейе versin, malbasın, көбейе versin, жанбасын. Kıdır ata koltasın, dosun egevle kalmasın, düşman жағынан almasın. Kastı kocaman olmasın, arvaqtar koltasın, arbaşandı avuzurluklar kutların basın. Aman bolup yekras baktı olsun Abday. Öbürlü şükürlü olunlarına kelgen, jigitlerдің bәрінің көзінің басында болsunlar, той-думан көз Biz endi ortamızga Janzira geldiğimizde kolunдағы şok gülmen ortaga çağırıyor. Және kız yoldasız, ortaga geçiyoruz. Және yılған kolga taraflar kızlar olsa. Және o erkinlik kılasa dostlarının ortasında kızlar kayda. Tek Janzira'nın bu... Alo berekeli. Al başlayız. Bir. Iki. Oy hareketi kiydirimizden kayıtlat durandık ayakta koyup. Şabın marş degenizde жүгірейдеп тұр ғой. Bir. İki. Üç. Buyurғаны. Айналайын кентен күніңіз құтты. Кентенің күнін қағып жатқан қызға күніңіз құтты болсын дейміз. Сіздің құрметіңізге әсемән жолдаймыз, ортаға биге шығыңыз.
чики-чики-та, чики-чики-чики-та, что растаешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, ты играешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, но играешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, но ты знаешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, что растаешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, ты играешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, но играешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, но ты знаешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та, что растаешь, шоколадка чики-та, чики-чики-чики-та. Еркіннің класстас достары Тарқабаев, еркін өміріне бір ағына төгіліп, қасынан айналып ұштап, сендерге де жұғысты болсын деп, секіріп,